Сәлеметсіздер ме 3-ші сынып білім алушылары? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түбір мен қосымшаның жазылуы. Бүгінгі сабақ мақсаттарыңыз түбір сөздегі дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғанған кезде өзгерісін сақтап, дәптерде әріптің мөлшермен көлемін біркелкі етіп, үзбей көркем жазуды үйренесіздер. Демек, бүгін сіздер түбір мен қосымшаны ажыратуды, сонымен қатар түбір сөзге қосымша жалғанғанда түбір сөз қандай өзгеріске ұшырайды екен, соны анықтайсыздар. Олай болса, балалар, дәптерімізді ашып бүгінгі күнді жазайық. Үй жұмысын орындағаннан кейін 2 жол қалдырамыз. 23 қараша сынып жұмысы. Күн ұзақ, түн деген сөздерді дәптердің шетіне дейін, қызыл жолға дейін әдемілеп шығармай, біркелкі етіп көркем жазып шығыңыздар. Дана, сен не істеп отырсың? Аға, біз бүгін сөздің құрамы туралы оқыдық. Сөз дыбыстардан ғана емес, мынадай бөлшектерден де тұрады екен. Мынаны түбір, ал мынаны қосымша дейміз. Аға, мына сөзде кіт деген түбір бола ма? Айтшы, ал сен басқа сөздердің түбірлерін қалай тапқан едің? Олар әрі қарай бөлуге болмайтын бөлшектер. Дұрыс айтасың. Тек сен мынаны ұмытпа. Түбірді бөлсең, мағынасы болмай қалады. Мағынасы бар бөлшек екен ғой. Ал кіт десек, мағына жоқ. Ендеше түбірі кітап. Ал енді түбір мен қосымшаларды орындарына қойып шық. Кітапты жыртпа. Кітап біздің досымыз. Міне, жазадым. Керемет, Дана. Қайталайық. Түбір мен қосымша. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағынасы бар бөлшегін түбір дейміз. Мысалы, кітап. Түбірге жалғанған бөлшекті қосымша дейміз. Мысалы, кітапты. Енді балалар, оқулығымыздың 89-шы бетінде 36-шы жаттығуға назар аударайық. Өлеңді тыңда. Түн. Ұясына күн батып, айналаны түн басты. Дала мүлгіп балбырап, жым-жыртыққа ұласты. Біз де үйге беттедік, енді әткеншек теппедік. Ойнасақ та күн ұзақ, құмарына жетпедік. Түнде тыныс аламыз, тез-ақ ұйықтап қаламыз. Жалғасына ойынның түсімізде барамыз. Рахат Наурызбаева. Балалар, енді өлең бойынша сұрақтарға жауап беріңіздерші. Өлең неліктен түн деп аталған? Балалар, түнде неге әткеншек теппейді? Түн мезгілін күндізгі уақытпен салыстыр. Енді дәптерімізге Вен диаграммасын сызып, күн мен түн туралы Вен диаграммасын толтырайық. Күннің негізгі белгілері және түнге сәйкес белгілер. Ортасына күн мен түннің ұқсастықтарын жазасыздар. 3 айырмашылығын, 3 ұқсастығын жазып, Вен диаграммасын толтыра қойыңыздар. Енді балалар, ойлантап тапсырмасын орындайық. Сіздерге сөздер берілген. Бұл сөздерге әріптерін, қосымшаларын жалғау арқылы сөздер қандай өзгеріске ұшырады екен? Анықтаймыз.
шуақ, шуағы. Дәптерімізге жазып алайық. Шуақ, сызықша қоямыз, шуағы. Яғни шуақ сөзіне қосымшасы жалғанғанда қ дыбысы ғ-ға айналып кетеді. Сонда қ әріпі ғ-ға айналып шуағы деп жазылады. Біз ешқашан шуақы деп жазбаймыз, балалар. Қалған сөздерді де дәл осылай әріптерін жалғау, қосымшаларын жалғау арқылы түбір мен қосымшалы сөздер жазып шығыңыздар. Бұдан бізде ереже шығады. Есіңде сақта. Сөздерге қосымшалары жалғанғанда бізде сөздің соңғы дыбысы, соңғы әріптері өзгеріске ұшырайды екен. Мысалы, шуақ түбіріне қосымшасын жалғап, шуағы, яғни қ ғ-ға айналып кетті. Жүк сөзінде жүк түбіріне қосымшасын жалғап, жүгі деген сөзді алдық. Сонда к қосымшасы жалғанғанда г әріпіне айналып кетеді екен. Келесі 37-39 тапсырмаларды өздігімен орындайсыздар. 37 жаттығуда мәтінді қатесіз әрі көркем жазып шығамыз. 39 жаттығуда ребусты шешіп, жауабын жазасыздар. Ал енді қалыптастырушы бағалау тапсырмасына көшейік. Аурудан аяған күштірек мәтінін оқып шығып, асты сызылған сөздерді тауып, дәптерге көшіріп аласыздар. Сол сөздердің бастапқы түбірін табасыздар. Мысалы, соғып, соғып сөзіне қосымшасы жалғанып, соғып деген сөздің бастапқы түбірі соқ болатын. Ол соқ сөзіндегі ең соңғы әріп қ, ғ-ға айналып кетті. Демек, соғып, сызықша, соқ. Міне, соғып деген сөзімен түбірін таптым, ол соқ деген сөз екен. Қалған сөздерді дәл солай сызықша және үтір арқылы жазып шығыңыздар. Ал енді сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сіздер не түсіндіңіздер? Қай тапсырма қиындық тудырды? Жаңадан қандай ақпарат білдіңіздер? Бүгін сіздер түбір сөзге дауысты дыбыс жалғанған кезде өзгерісті түсіндіңіздер. Олай болса, үй жұмысы 38 жаттығуды аласыздар. 38 жаттығуға дейінгі сынып жұмысында орындаған барлық тапсырмаларды дәптерлеріңізге жазып, маған кері байланыс жіберіңіздер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.